Жер менен көктің арасын сұм соғыс қапта болғанда, көре алмай жалғыз баласын, аналар кетті ау арманда, әкелер кетті ау арманда. 1979 жылы Ауған мемлекетінің басшылығының сұрауымен КСРО билігі Ауғанстанға өз әскерін енгізді. Онысын бауырлас халыққа көмектеп қарастырды. Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп, интернационалдық әскери жәрдем береміз деді. Осылайша 1979 жылы 27 желтоқсанында КСРО әскерлері Ауғанстан шекарасына өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. ақш тарапы болса жергілікті билікке қарсы саяси күштерді қолдап, қаруландырып отырды. 10 жылға созылған бұл соғысқа КСРО мемлекетінің әскері қатарында болған талай жас жігіттер қатысты. Көптеген жас өмірлер қыршыннан қиылды. Олар интернационалдық борышымызды орындауға бардық деп сенді. Жан аямай соғысты. Талай рет өліммен бетпе-бет кездесті. От пен оқтың арасында көзсіз ерліктер жасады. Ауған соғысына Қазақстаннан 22 мың адам қатысып, олардың 761 ұрыс даласында қаза тапты. 21 адам хабар-ошарсыз кетті. Түрлі жарақат алған ардагер саны күн санап азайып барады. Ауған соғысының аптабында асылған бүгінгі ардагерлер жастардың арасында жиі болып отаншылық тәрбиесіне белсенді араласуда. Міне осы 10 жыл соғыстың арасында қаншама біздің боздақтарымыз о дүниеге озып та кетті, жарақат алып, осы кезге дейін қазір ортамызда өзінің жарақатынан азап шегіп жүрген балдарымыз аз емес. Соғыс басталған соң Ауған соғысы көптеген қазақ жауынгерлерінің жанын қиды. 1979 жылы 7 адам, 1980 жылы 181 адам, 1981 жылы 97 адам, 1982 жылы 168 адам, 1983 жылы 72 адам, 1984 жылы 103 адам, 1985 жылы 86 адам, 1986 жылы 70 адам, 1987 жылы 3 қаңтар Ауғанстан Республикалық революциялық кеңесі Ауғанстандағы ұлттық татуласу декларациясын қабылдады. 1988 жылы 44 адам, 1989 жылы 8 қазақстандық қаза тапты. 1989 жылы ақпан айында КСРО әскері Ауғанстан жерінен шықты. Қазақстанның барған жігіттер елім деген ержүрек бабалары Алпамыс, Қобыланды, Кенесары, Наурызбай сынды бабаларының ұрпағы екен ешқашанда есінен шығарған емес. Өздерін солардың ұрпағы сезінген олар шайқас даласында ерен ерліктері көрсете білді. Мысалы, Бақытжан Моминовтың ерлігі өз қаруластарына қазақ ұлтын танытты. Тау шатқалы, жан жақтан көрінбесе де моджахеттердің қарап тұрған сезіледі. Өбеткен желді жоқ. Шөптің басы қимылсыз. Тау арасымен жыланша иірілген жіңішке жолмен автоколона келеді. Бұл көліктерде дәрі, киім, қару-жарақ тиелген еді. Дұшмандардың басты мақсаты да осы автоколонаны жою еді. Миналарға жарылмас үшін жүргізушілер автомашиналарын жай жүргізіп келеді. Қазақ жігіттері Ауғанстанда басқа ұлт өкілдеріне үлгі болып талай ерлік жасады. Олардың қаруы автоматпен граната болатын. Сарбаздар суыққа да ыстыққа да шыдауына тура келді. Білмейтін жердің ой-шұқыры көп дейді халық. Ауғанстан табиғаты басқа еледі. Қандай жағдай болса да, қазақ жауынгерлері туған елі, туыстарын естен шығарған емес. 1989 жылы КСРО әскері Ауғанстаннан шықты. Соғыс ең ауыр қасірет. Адамзат соғысқа қарсы. Бірақ белгісіз күштер әлемде соғыс отын өшірмеуге барлық күшін салуда. Олар ештеңеден де тайынбайды. Әлем халықтары бұған тосқауыл қою керек. Қазақстан бейбіт мемлекет. Қазақстан барлық елдермен бейбіт саясат ұстанады. Жаулардан қарсы келген жасқанбаған, жасаған ерлігіне мастанбаған, ұрпаққа өмір жолы өнеге боп, тарихта ардагерлер асқанбаған. Беймәлім алған жақтың атырабы, жұмбағын ішке бөгіп жатыр әні. Тау тасы өзен көлі биік шатқал күйіп жатқан. Шатқалдан ысқырық оқ атылады, шындығын уақыт неге жасырады.
Бізді өлім әлде өмір шақырады, шақырады. Бұл деген Ауғаныстан, Ауғаныстан, ажал оғы жауменен тауға ұшқан. Біз деген жауынгерміз, жанымызды жалау тұтқан. Бұл деген Ауғаныстан, Ауғаныстан, ол қызы шыңғызы да алау жұтқан. Жастығым шатқалында қалып қойды, қалай мұтпан. Жаныма жауынгердің жақын әні, ауғандық ардагердің батыр әрі. Оқ болып түскен жара жансыздатып жатыр әлі. Бомбаның естілмесін жарылғаны, қалаймын сұм соғыстан арылғанын. Әрдайым болсын аман жер жүзінің шаңырағы. Бұл деген Ауғаныстан, Ауғаныстан, ажал оғы жауменен тауға ұшқан. Біз деген жауынгерміз, жанымызды жалау тұтқан. Бұл деген Ауғаныстан, Ауғаныстан, ол қызы шыңғызы да алау жұтқан. Жастығым шатқалында қалып қойды, қалай мұтпан. Қана аңсаған кешегі алғыр қыран ол, жауына алдан қарсалар, тұрғаны естелі шығарып, жүзінде ана жас қалды, амандық болып тілегі, әкетті ошақ жастарды, елім деп соққан жүрегі. Болсын деп аман боздалам, қорғаған елін бозбалам, жүректен салған жыр әні, шымырлап бойды қозғаған, жеткізбей елес ішкі арман, ел үшін оқты қошқан бар. Ұмытпай елдің ерлігін, жүректе мәңгі ұстаңдар, жүректе мәңгі ұстаңдар. Ойрата білдің дұшпанын, бойларын билеп күштағын, лаулаған оттың ішінде көрсетті айбар сұспарын. Ерлігі ерін өтелген, отан деп буған бекембел, ұлдарың батыр жасасын, байрағын елдің көтерген. Болсын деп аман